әдемі киінген, үйі бар, әрекеті адам. Істеген ісі. Одан туындайтын барлық сезімдері мен туындаған амалдары адам емес. Нәтижесінде не? Ода бұл жоқ еді. Бұл сипат алынған еді. Бұл сол келбетте қалды. Хайуандық. Көресіңіздер. Кәмілдік деген солай. Адамдықтың шыңына шыққымыз келе ма? Бүгінгі таң ертеңгімен бөлек болсын десек, адамда екі қана процесс болады. Не прогресс, дамиды, не регресс, деградировать етеміз, төмендейміз. Бүгінгі деңгей тұрмайды, біз бұны анық білейік, мойындайық. Егер өзіміз сенген болсақ, онда амал талап етеді, сенгенісін. От өртейді десе, ол біз сақтанамыз ғой. Мен сендім, өйткені ол өртейді, содан кейін сақтықтарды қарастырамыз. Егер сенсек, білім пайдалы десек, онда амал талап. Амал істеу міндет болады. Амалдың төркіні басқа бізде не жоқ? Шығатын жол жоқ. Адамдығымызды шыңдайтын десек, періштеден үстем боламыз десек, Алланың алдында хаққысын берген құл боламыз десек, бұл процесс болмайды? Болмайды. Нәтижесінде, енді қоғамда бір сіздерге статистика дейін, радикализм пайда болады. Радикализм. Бұл діни термин. Адам құрғақ уағыз тыңдады делік. Уағыз тыңдады. Ютубтан, интернеттен. Эмоциялық жағдай. Біздің терминді айтсақ, жошта. Ол деген 7-ші, 5-ші, 6-ші деңгейдегі әңгімелерді айтты. Хижрет деді, жихад деді, күфір деді, бидат деді. Алайда діни сауатты 98% Сирияға кеткен мұсылмандар бес суретін атып. 98%. Я, 2% кішкене 10 суретін атып білетіндер. Олардың ғылыми деңгейі бір. Олардың сезген сезімдері, олардың араға қашықтық, олардың бұлтар. Акым айтты. Бұл тек қана дінге қатысты деді. Бұл өмірде де солай. Бұл маркетингте жақсы қолданылатын бір тәсіл деді. Біз алдандық. Көп жағдайда. Өзіміздің сезімдерімізбен кейде керек емес нәрсені алып қойып видеоға түсініп атамыз ғой. Неғып? Ол сезімді бізде игеретін түсінігіміз жетпей қалды. Сол деңгейде сауатымыз тартпады деген сөз. Яғни өзімізді жетілдіру керек, әлі де. Содан кейін қоғамда болады, алданатын адамда, алдаушылар да болады, бұл кәмелетке дейін жалғасады. Егер Құдайдың бірінші парызын орындамасақ, сол орында тұра береді. Келесі мақсат. Қандай да бір мақсат қойсақ, А нүктесіне, Б нүктесіне бару делік. Бәлки 2 жылдан кейін үй алу. Жастарға үй барлар бар, миллион табу. Оқымасақ деп. Егер іс істеп жүрген адамдар өзін базардық форматынан шығып, ғылыми форматпен саудасын істемесе, оның оборот өспейді. Тәрбиелейтін адам болатын болса, өзін жетілдірмесе, біздің сол көргеніміз, бәлки 90-шы жылдарда әсерленген сезімдерімізді балаға мирасқа беруге тырысамыз. Ал ол дұрыс деп кім айтты? Біз оны өлшедік па? Біз сол деңгейден өттік. 90-шы жылдарды біз өттік. Болашаққа ол тәрбие керек па? Мәселен осыны қарап. Егер тәрбие жағынан. Олай болса, қандай да бір мақсатқа жету үшін, енді Жол Кералдың кітабында жазылады ғой. Халқыма пайдалы болғым келеді десең, оқы. Оқымайсың ба? Өтірік айтасың. Бақытты болғың келсе, оқы. Оқымайсың ба? Бақытты болмайсың. Бай болам дейсің ба? Оқы. Оқымайсың ба? Болмайсың. Қалай болса да, бүткіл жақсы сипаттар дүниеде қандай жақсы жетістіктер болсын, барлығына бір-ақ қана жол бар. Ол да білім жол. Басқа жол жоқ. Түптелей мен жаттым, тұрдым, бәлки енді бай болдым, бәлки ғалым болдым деуге болады ғой. Бұл иллюзия, сенбейді. Біз бұл мағынада реалист болу керекпіз. Бүгін күнгі статистиканы қарайды. Қазақстан шынымен оқуды 12-ші деңгей қойды. Біз көп оқитын мемлекеттердің ішінде 50 мемлекетке кірмейміз. Бізде газет от тұтату үшін, немесе апайларымыз болса терезе сөйту. Басқа функциясы қалмады ол. Оқу мәселесі бізде процесс қатқа жетпеді. Әлі де кешеміз. Бұл істі тірілтпейінше біз жетістікке жетпейміз. Дәлел айтайын.
Екінші дүниелік соғыс бітеді. Официально Германия және жапондықтар жеңіледі. Белгілі ғой. 50 жыл өтеді, Германия Евросоюздың локомотиві болады. Жапондық мировой аренада гигант болады. Сингапур 26 жылда экономикасын қояды. И ойлаймыз, 50 жылда ел жаңа деген рас екен ғой. Адамдар соғыстан кейін, Америка Гитлерден кейін бүткіл ілімді алды, мына жақта Сталин алып кетті. Атамыз Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккен кезде олар жоқ еді, тегіс еді. Экономика жоқ, тәрбие жоқ. Шынымен мемлекет құлдыраған еді. 50 жыл өтті. 50 жылда олар істесе, біз де істей аламыз. Біз де істей аламыз. Тек бізге істеуге жігер керек. Оның 5 миллиясы оқу. Енді келіндеріңізге пышақ алып дедім. Немістердің пышағын алып деді. Сонда мен түсінбедім мен. Неғып десе, немістердің пышағы жақсы деді. Олар өмірін жақсартқанды ғой, пышақты жақсы істейтін болғанда. Не істесе де сапалы істейтін болған. Көлігі болсын, Бавариялы немесе Мерседес болсын. Адамдар деген бытовой мәселенің хақысын беріп саған өмірдің деңгейіне. Нәтижесіне құрметті ағалар, бұл және де мақсатқа жетуге білім. Мақсатымыз бар, арманымыз бар, реализациясының процесі. Бұл процессіз, оқу процесі болған. Тағы бір енді бір пайдалы бар, бұған тағы тоқталайық бөлейік. Клиповое мышление деген түсінікті білесіздер ғой қазір. Енді адам ролик форматында ойлайды. Максимум 2 сағаттық кино деңгейінде ойлай алады. Бір оқиғаны толық оқи алмаймыз деген сөз ғой, сөзіміз бар. Үзінді болып түсінеміз де оны. Біздің ақыл деңгейде, нейрондық деңгейде деградация басталады. Бұны реттейтін, орнына салатын кейбір сезімдеріміз өшкен болса, оны тірілтетін кітап. Басқа препарат қойып, басын істеп жүрем деген нәрсе жоқ та. Егер ол дәрі болса, ол дәрі де оқы деген дәрі болады да. Бәрі бізде посттың деңгейінен көп қабылдамаймыз ғой. Уақыт жоқ дедік, анау жоқ дедік, мынау жоқ дедік. Біз ойлай бастадық сол. Элементарно балам болса, баланың мен бір жағдайын бөліп тастаймын. Күнделігіне бір мәселе, оның тәрбиесі бөлек-бөлек. Толық бір оқиғаны оқи алмай қалдық. Бұны да түсіну керек та. Біздің дертіміз қазір. Біз бір жағдайды адекватно түсіне алмаймыз. Бір оқиғаны болсын, 10 адам 10 түрлі айтып береді. Әркім өз деңгейінде. Біреу 3 минуттық роликтің форматында, біреу 5 минут, біреу 2 сағаттық. Қалай болса, біреу посттың форматында айтып береді. Но кітап қылып айтатын, хаққысын беретін, ондай біз азбыз қоғамда. Бұл деңгейден шығатын, терең ой қалыптастыратын оқу. Бұл да оқу болған кезде жай оқу емес, әдебиет оқу. Бастан аяқ бір ләззатты кітап оқу. Толық. Ортаға дейін тастап кету ол да бір жақсы нәрсе емес. Егер 2-3 кітапты ортасына дейін әкеліп тастаған адам, ол өмірінде де әрбір істің ортасынан қайтады. Бұл тәрбие болып болады, бір әдет болып болады. Бастады, намады тастап кетті да. Ол еш нәрсе жақпайды онда. Өйткені көп жағдайда өмірде пайдалы нәрсе бізге жақпайды негізі. Көп жағдайда нәпсімізге ауыр тиеді ма? Кейде оны сындыру керек. Өйткені оны сындырмасақ, басқа белестерді алу қиын. Олай болса, терең ой қалыптастыратын, ол да оқу процесі. Шынымен ойлайды десек, онда оқиды. Оқитын адам дұрыс. Альцгеймер, бұл енді 21-ші ғасырдың статистика бойынша 80% адамның, ал біз соған кіреміз, 7 миллиардтың ішінде Альцгеймер ауруына шалдығу ықтималы бар. И шалдыққандар да көп. Бұл не ауру? Бұл еске сақтаудың кетуі. Шынымен адам ауырады. Біз 2002-де алғашқы Nokia-лар шыққан кезде номерді былай жаттайтын адамдар, қазір номер жаттаймын ағамыз ғой. Қанша еді деді. Біз шалдыққанбыз. Бізге еске сақтау қабілеті элементарно сапасы төмендеп кеткен.
Енді білеміз ғой, аталарымыз бар, әкелеріміз бар. Олар 7-ші класста оқыған әдебиетін айтып отырады ғой. Пәленше автор мынандай шығармаларын оқы деп өсиет етеді. Сол кезде ойланып қаласың, қай жылы тілді емес. Адам деген 70-ші жылы мектеп бітірген да? Тек айтып отыр. Енді әкелерімізді тыңдасақ, мына оқиға мені қатты таңғалдырды. Бірге әскерде болған адамдардың аты жөнін толық айтып берді ғой. Толық айтып берді. Мен университетте 4 жыл оқыған адам аты жөнін 100% айта алмаймын. Біздің группада 12 адам болды негізінде. 12 адамның тегімен айта алмадым. Адамдар енді 70-ші жылдар болған ғой әскерде. Оларда бар да. Біз шалдыққанбыз. Яғни бұл дерт бізде бар, бұдан құтыла алмаймыз. Ол мойындау керек. Ауырамыз бар, ауырамыз. Проблемамыз бар ма? Бар. Жалқаумыз бар, жалқаумыз. Енді істейік. Маған ұнамайды бұл жағдай. Шыққым келеді. Дұрыс ойлағым келеді. Адам болғым келеді. Бірақ қана тәсіл бар. Ол да Алланың алғашқы бұйрығы оқу. Бұл болмаса, мына дертке біз және де шалдығамыз. Бұл дерттің екінші мәселесі бар. Оқымау емес. Бұл дерттің ең үлкен себептерінің бірі деген ғалымдар көз. Көзге шіріген бейнелердің көп кіруі. Діни терминде айтатын болсақ, харамға көп қарау. Адамның еске сақтау қабілетін ұрлайды. Ұрламайды, кеміреді іштен. Нейрондар өле бастайды күнәдан. Ол күнә естиді, күнә қарайды, күнә ойлайды. И адамдар 7 миллиард халықтың 80% деген болса, ол 5 миллиард халық сау емес деген сөз. Ауырамыз. Еске сақтау қабілетіміз жоқ. Миымыз шіріген, шірік көріністен жүрекке түсіп кеткен. Қалай болса да бұдан шығамадық. Келесі. Сұрақтарыңыз бар ма? Бірінші бөлімге барыңыздар. Келесі әңгіме не оқимыз? Өз қайнар бұлағымыздан сусындау. Бұл өте маңызды бір функция. Енді адамда біз өзіміз болмайынша біз жетістікке жетпейміз. Оны мойындау керек. Біздің қайнар бұлақ мұсылман деңгейімізде өзіміздің дініміз, тіліміз, діліміз. Осыны пісіру керек. Әдебиетімізді оқып, Құдай тағала мені қазақ қылғаннан кейін қияметте сұрамайды ғой, Рауан сен неғып қазақсың деп. Ал егер берген сипатты, қазақтылыққа тән сипатты білмесек, одан сұраламыз. Не саған берген нығметті сен қолданбадың дұрыс. Біздің тіліміз бар, дәстүріміз бар. Берген көптеген нығметіміз бар. Қайнар бұлағымыздан сусындау болса. Бізде көп жағдайда, егер өзіміз болып піспесек, елегіміз болмаса, сүзгіміз дұрыс бітпеген болса, бізбен манипуляция жақсы жүреді. Информация егіледі. Ол информацияны күнде роликтар арқылы суғарады, бәлки кейбір жаңалықтар арқылы суғарып тұрады, бұл сетті. Біздің түріміз қазақ болады, асылы ойымыз дүрланбады. Ойымыз біздік емес, өмір сүру салтымыз, приоритеттер, құндылықтар біздік емес. Құндылықтар, егер мысал айтатын болсақ, жақсы мен жақсырақтың ортасына айырмай қаламыз. Бізде қазақта әке-шешен құрметтеу жақсы, достың хаққысы да бар. Алайда досың жүр кетіп дом ойна келейік десе, әке-шешен айтса, дүкенге барып кел десе, бізге әке-шешен хаққысы жоқ. Осындай элементарный приоритеттерді, ал қазіргі деңгейде бұл құндылыққа ауысқан термин бар, западло деген. Бізді қолдан кетеді. Біз өзіміздің немізден шығып кеттік. Бізбен басқара бастады адамдар. Оларға не керек, біз соны істейміз. Мысал, ағалардың қауымына алтын сырға, келіндеріңізде мен бір нәрсе қаласам, бір аптадан кейін бір нәрсе істейді деген. Қазіргі деңгейде мен айтсам, ол 50% келсе, 50% қарсы болады. Условно, білесің енді, примерно. Көп жағдайда ол мәселені біз өзіміз айтпаймыз. Мен не істеймін, мен алам информация неге? Бір апта суғарамын. Бір аптадан кейін ол өзі айтты. Ол өз айтады, бұл егер жақсылық бабында осылай қолданған болса, нұр үстіне нұр. Отбасыда болсын, анау болсын, мынау болсын. Коммерциялық деңгейге түспей. Кеттік, Нұржандікіне барып келейік. Ол келген жоқ, мен бармаймын.
не апарамыз? Ол өткен жолы әкелген жоқ, мен апармаймын. Ал алайда туыстық қарым-қатынаста, зиярат бабында осы ма біздің негізгі өлшеміміз? Маркетинг форматы ма? Олай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Сыл мән қатар. Сен мені үзет, сен бар. Өлшем осы. Қалай болса да бару міндет. Егер бір информацияны айтқым келсе, игеміз. Олай болса, біз де потенциалны адамдардың қаруымыз негізі. Бізге Шымкент аумағында бір нәрсе айтқызғысы келсе, бізге информацияны лақтырады. Біз жұтамыз, содан кейін солардың сөзін сөйлейміз. Асылында ол біздікі емес сөз. Ол сөз біреудікі. Тек бізге айтқызды. Неғып? Қайнар бұлағымыздан сусын тамағымызда. Біздің ақылымыз бен жүрегіміз ақиқаттың нұрымен нұрланып піспеген. Елегіміз қалыптаспаған. Дәстүрлік елегіміз қалыптаспаған. Діни түсінігіміз, иманымыз орнына тұрмаған. Содан кейін кім қалай бұрған болса, жетегіне еріп, айдағанына бұрылып кете береміз. Қайнар бұлағымыздан сусын өте маңызды. Бұнда енді Дарияның кітаптерін айтса болады. Дариядан шығып жатқан кітап біздің қайнар бұлағымыз. Рекламасы демесек. Келесі жаратылыс кітабы. Бұл да өте маңызды оқитын нәрсе. Кім 11 бітіргеннен кейін қай салаға түсемін десеңдер, сол бағытта көңілді көбірек бөлулер. Медик боламын дейсің ба? Медицина, биология, физиканы қатты оқыды. Астроном боламын дейсің ба? Онда астрологияны қатты қара, физиканы қара, метафизиканы оқу керек болады. Кім қандай салаға көңіл бөлген болса, жаратылыс кітабы ол да бір үлкен кітап. Оны оқу керек. Бұл да өте маңызды. Әркім өз саласының маманы болу керек. Бетікші болсаң да мақта болды. Қай салада кімсің, жетілдіруге тырыс өзін. Олай болса, жаратылыс кітабы әрқайсымыздың мойнымыздағы бір міндет, өз саламыздың хаққысын беруі. Келесі әдеби мұғыра, бұл қайнар бұлағымыздан әдейі бөліп шығардық бұны, өте маңызды болғандықтан. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам. Бұл мәдени интеллигент емес деуге де болады. Біздің әдебиетіміз 98% шариғатымызға қайшы келмейді. Көп жағдайда біз жаңа айттық қой статистиканы, радикализм мәселесінде русифицированный қазақтарда өзі атасы мен әжесінің тәрбиесін көрмегендер сектантствоға бас ұратындар. Ол йогава болсын, протестантизм болсын, немесе ваххабизм болсын. Қоғамдағы теріс вирусный информация, секталар бар болған болса, оған менің балам мектеп бітіргеннен кейін Алматыға барады, Астанаға барады, үлкен мегаполиста оқиды, и ол да ешқандайға шалдықпайды дегенге гарант болу үшін қайнар бұлақты толтырып қою керек. Балам бұл кезде маған дейсің Тель-Авивте оқысын да, үйде болмайды. Римде оқысын да христиан болмайды. Не? Қайнар бұлақты. Ақыл мен жүрегі өзінің құдығынан толтырылғанда. Ал толмаған адамдар қазір қоғамда белгілі деңгейде жүр. Олармен оңай. Не істеді? Кеше Темірлан еді, бүгін Ахмат болды. Анау Бәтиме еді, бүгін Фатима болды. Атын ауыстырды, туыстық қарым-қатынасымызды. Қайнар бұлақ болмаса, өзіміздің салт дәстүріміз, әдебиетіміз егер ұштасқан деген болса, бұны пісіру бізге уәжіп. Қазақ классиктарын оқу, қазақ болған болса, орыс өзбек өз классиктарын оқу міндет. Міндетті. Бұны парыз десек бұл. Құранда аят бар. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Біз сендерді топ-топ қылып, бөліп, қылып. Әр ұлтқа белгілі бір сипат берілді, әр ұлт өз сипатын меңгеру міндет. Бұл Құдайдың сыйы. Олай болса, Бәтиме мұрнымызға жетік көңіл бөлейік. Осы арада бір айтып кететін нәрсе бар. Оққан кезде де, енді оқу жақсы дедік, айтып. Алайда оққан деген осы екен үйге барып бір кітапты қараса әкеден қалған Маркстың «Капитал» деген кітабын алып алып, бүйтіп оқып, бұл не болып кетті демеу керек. Бұл тренировкаға салатын болсақ, мүлдем жүгірмеген бала штанга көтерген сияқты ғой. Ерін ауыртып алады, содан кейін мүлдем бармайды оғанда. Кітаппен де сол. Алып кітап алып оқып қойсақ, тісіміз бір ауыртып алсақ, кітап керек. Оқымаймыз.
онсу да енді мектеп бітіріп университет бітіргелі